Ассаламу алейкум рахматулла. Жамаа деген үш әріпке байланысты біз қолданып жүрген және біз қолданбайтын 10 сөз. Жим, мим, айн әріптеріне байланысты. Мен Жомарт Батырбек, осы менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар және осы видеоны өздеріңіздің таныстарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп жіберуді ұмытпаңыздар. Ендеше 10 сөзге кетейік. Осы жим, мим, айн әріптерінен туындайтын 10 сөзге кетейік. Осы 10 сөздің мен қазір қарап шықтым, 4-еуін біздің қазақтар қолданып жүрген екен. Жумуа, енді бүгін жұма күні ғой, жұма күні жумуа Құранда келеді екен. Яғни жиналу күні деген мағынаны білдіреді екен. Келесі бұны жамағат дейміз ғой, жамағат деген сөзіміз бар біздің. Яғни бір топ адамның бір жерге жамағат болып жиналуы деген мағынаны білдіреді екен. Жамағат болып созылады екен. Енді осы имамдар, мешіттің имамдары қолданатын, дін қызметкерлері қолданып жүрген жамиғ деген сөзіміз бар екен. Яғни ол қандай мешіт десе, жами мешіт деп сөйлейді. Жами деген осы араларыңызда имамдар немесе молдалар, дін қызметкерлері көріп отырған болса, жами деп сөйлейсіздер ғой сіздер. Сол жамиғ деген арабтың сөзінен алынады екен. Яғни адамдар жамағат құрып құлшылық қылатын жер деген сөз. Мешіт деген мағынаны білдіреді. Жамиғ деген мешіт деген мағынаны білдіреді. Жаңағы мына жамағат деген сөз болған еді. Келесі енді мына жамиға дегенді біздің қазақтар қолданбайды екен. Жамиға деген ол да бір жерге шоғырланып ғылыммен айналысатын жер деген мағынаны білдіреді. Жамиға деп отырғанымыз университет деп сөйлейсіздер ғой сіздер. Университет, жамиға. Бұл да жим, мим, айннан туындайды екен. Келесі енді жамақ деген енді бізде қазақта қол дейді. Қол деп отырғанымыз әскер деген мағынаны береді. Жері қайысқан қол келе жатыр екен деп айтылады ғой. Оларда қолмен айтылмайды екен. Оларда жамақ деп айтылады екен. Яғни көп, мыңдаған, миллиондаған адамдар бір жерге жиналып сізді шабу үшін келе жатыр. Дұшпан әскері деген мағынаны білдіреді. Жамақ деген. Дәл осы жамақ ол Құранда басқа мағынада келеді екен. деген Құранның аятында келеді. Яғни ислам шариғатынан да бұрынғы шариғаттарда ер адам бір үйдің екі қызы болса, екі қызына қатарынан үйлене беретін болған. Бір үйде үш қыз болса, үшеуінде бір мезетте әйелдікке ала беретін болған. Жамақ деген бір үйдің қыздарын некеде өзіме жинап алуым деген мағынаны білдіреді. Бір үйдің қыздарын, ол қанша екі қыз болса да, ол бір үйдің қызы болу керек. Ол бұрынғы ислам шариғатынан да бұрынғы шариғаттарда келген нәрсе екен. Жамақ деп аталады. Құранда байқасаңыздар, Нисада ғой дейме, Нисада келеді. Жамақ деп отырғанымыз жинау деген мағынаны. Жамағат, бір үйдің қыздарын бір шаңыраққа жамағат қылып жинап алу, еркектің жинап алуы. Яғни жамаа деген жинау деген мағынаны білдіреді. Мәселе Мажму аль-Фатауа деген нелер бар. Бұрынғы ғалымдардың пәтуалар жинағы деген сияқты кітаптар жазған. Яғни барлық хадистердің бір жерге жинақтаған, пәтуаларды бір жерге жинақтаған. Яғни жинау деген, мәжмұ деген жиынтық деген мағынаны білдіреді екен. Келесі енді жимақ деген ол сөздің ұяттығы жоқ. Яғни ер мен әйелдің бір төсекте жиналуы деген мағынаны білдіреді. Яғни ер және әйел өзара қатынасқа түсу деген мағынаны білдіреді. Жамаға. Яғни жим, мим, айынды талқылап жатырмыз. Жима болды. Нима болып созылып жатыр. Келесі әжмәйін деп сөйлейсіздер ғой сіздер, мұсылмандар. Яғни қандай жағдайда десек болады? Бір дұғада ма, бәрімізге сол болсын деген сияқты. Әжмәйін деп сөйлейсіздер. Осы қалай? Барлық мұсылмандар айта бермейді ғой дейме? Осы дұғада
біреу бір нәрсе деп дұға етіп қалса, бәрімізге сол болсын деген сияқты. Ажмаин деп сөйлейді. Негізі ажмаун болу керек еді, бірақ ажмаин деп сөйлейді екенбіз. Мәжмуа. Енді мәжмуа деген топ деген мағынаны береді. Топ. Яғни жамағат құрған. Бірнеше адамның бір жерге жамағат құруы деген мағынаны білдіреді екен. Осындай жим, мим, айн әрпіне қатысты сіздер сұраған едіңіздер, осыған жауап. Бұл жерде сіздердің сұрақтарыңыз негізгі сұрақ мына фатхада болған еді. Фатхада. Бұл даммада болған еді, даммада. Болады ма, немесе болады ма деп сұраған едіңіздер. Осыны мен талқылай келе, бұл Құранда былай даммамен келгенде Құранда сөйтсек бізге қатысты тағы да бірнеше мәселе шықты. Жим, мим, айнға байланысты 10 сөзді сіздерге ұсынып отырмын. Осы видеоны жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар осы парақшаға. Мен есімім Жомарт Батырбек, арабтың тілінің және Құранның маманымын. Лайк баса кетіңіздер және осы видеоны өзіңіздің туыстарыңызбен, таныстарыңызбен, көршілеріңізбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.